Ақырын жүріп анықпас, еңбегің кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп. Абай атамыз айтқандай, ұстаз ұлы тұлға, ұлы есім дегім келеді. Өмірдегі көп мамандықтардың ішінде жан жақты білімділікті, икемділікті, шеберлікті, ерекше шәкірт жандылықты қажет ететін мамандық ұстаздық мамандық. Олай дейтінім, мұғалім еңбегі біріншіден адамзат қоғамы тарихында жинақталған ғылым негіздерінен білім беруге тиіс болса, екіншіден үнемі шәкірттерімен қарым қатынаста болып, білсем, үйренсем деген бала арманымен оның сырлы тағдырына басшылық етуді мойнына алған маман. Ұстаз болу жай ғана мамандық емес, ол адам бағдарын жасаушы. Ұстаз болу бұл сөз мен үшін қадірлі, мен үшін құдіретті сөз. Өйткені мен бастауыш сынып мұғалімімін. Қазіргі заман талабына сай, мұғалімдер бір орында тұрмай, үнемі ізденісте болып, өзі жаңа әдіс-тәсілдерді тауып, іс жүзіне асырып отыру керек. Сонда ғана оның еңбегі жемісті, нәтижелі болмақ. Мұғалім барлық білім беру жүйесінің негізі, жаны мен жүрегі. Мұғалімнің негізгі басты мақсаты рухани бай, ізденімпаз, адамгершілігі мол адамды қалыптастыру. Оқушылардың сабаққа деген қызығушылығы мен белсенділігін арттыру үшін жаңа технологияларды қолданып, инновациялық әдістер мен платформаларды қолданып отырамын. Сонда ғана мұғалімнің еңбегі табысты болмақ.